Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді әрі оңай жасалатын патшайым пирогын жасаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Әуелі салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант, жүгері крахмалын, қаймақ және жұмыртқа қосып, блендермен жақсылап еземіз. Енді бәліштің қамырын дайындаймыз. Ұнға какао, қант, кішкене шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң, тоңазытқыштан шыққан салқын сармайды осылай үкішпен үгітеміз, ұнға ұната отырып. Осылай крошка жасап аламыз. Крошка жасап болғаннан соң, қамырды теңде 3 бөлікке бөлеміз. 3-тен 2 бөлігін формамызға саламыз. Одан формамызға осылай төсеп және бортик жасап шығамыз. Форманың диаметрі 22 см. Енді начинкамызды құямыз. Енді қалған 3-тен 1 бөлік қамырды салманың үстіне осылай себелеп шығамыз. Барлық жері жабылып тұру керек. Және ең соңында бортиктері осындай шығып тұрса, тегістеп бірдей қылып шығамыз барлық жерін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Және бәліш піскеннен соң суығаннан кейін барып формадан аламыз. Және қолданбас бұрын тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Мінекей патшайым бәліші дайын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.